Бүгін мен сіздерге трансферфингтің қалай жұмыс істейтінін және тілектерді қалай жүзеге асыруға болатынын түсіндіремін. Бұл қарапайым ғана 10 қадам. Бірінші қадам – ниет қой. Алдымен өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен шынымен де нені қалаймын? Бұл біреудің ойы немесе басқа адамның қалауы емес, тек сіздің қалау, сіздің арман болуы керек. Екінші қадам – сол күйді сезін. Тілегің орындалған кезде өзіңді қалай сезінетініңді елестет. Армандаған жұмыс, көлік, үй, жұбай, осылардың барлығы сенде болған кезде қандай сезімде боласың? Соны елестет. Үшінші қадам – сол күйде өмір сүр. Қиял емес, кәдімгі өмір сияқты сезін. Ішкі ойың бұл менің өмірімде бар деп сезінсін. Сен тек елестетіп қана қоймай, сезініп үйренесің. Төртінші қадам – маңыздылығын азайт. Менде міндетті түрде болу керек, болмаса болмайды деген ойдан арыл. Болса жақсы, болмаса да жарайды деп қарау керек. Маңызды нәрсе аз болса, энергия босаңсып, тілегің орындалады. Бесінші қадам – қалай деген сұраққа байланып қалма. Жолды білу, процесті бақылау сенің міндетің емес. Сенің міндетің тілекті айту, армандау, сол күйді сақтау, жеңіл қозғалу. Алтыншы қадам – жеңіл әрекет жаса. Қиналмай, қызығып қимылда. Бақыла, байқап көр, сөйлес, жаңа нәрсеге ашық бол, үйрен. Егер сен бәрін міндет деп істесең, дұрыс жолда емессің. Жетінші қадам – өткенге жабыспа, бұрынғыны қайтаруға тырыспа. Біреудің өмірін армандама. Сенде тек өз жолың, өз таңдауың ғана бар. Сегізінші қадам – шындыққа сен. Сен дұрыс таңдау жасасаң, өмірде бәрі өздігінен басталады. Кездейсоқ жағдайлар, жаңа адамдар, жаңа мүмкіндіктер бәрі сізге оңай келеді. Тоғызыншы қадам – бәрі ойлағандай болмауы мүмкін. Тілек орындалады, бірақ форма өзгеруі мүмкін. Мысалы, сен армандаған үй басқа қалада болуы мүмкін. Сондықтан тек күйге мән беріңіз, формаға емес. 10-шы қадам – жай ғана өмір сүр, әрекет жасауды жалғастыр. Күтіп отырма. Күмәнді тоқтатқанда тілек өздігінен орындалады. Трансферфинг бұл күрделі философия емес, өзіңді сезіну және өмірді жеңілдету әдісі. Егер осыны тәжірибеге айналдырсаң, тілектерің орындала бастайды. Ал сіздер маған жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар.